Жаппайсыңдар ма арттарыңда? Не масқара анау деген? Ағымдағы қарыз. Отырғаны мекеме. Айлығын көтере алмайды. Қазалыда былтыр 76 мың теңге айлық. Көтерейін десе міне, ай сайын 524 мың тек үстіндегі пайызын төлеу керек. Основной долг есептемегенде. Ол қалай көтереді? Қалай төлейді? А сіздер рахаттан. Жағдайың болмаса сат көліктеріңді оборотқа сал. Содан кейін аласыңдар жағдайларын дұрысталғаннан кейін. Кредитный линия ашты. Біз не кректің ақшасын оборот жасауларын керек па сендер? Или ТЭЦ-тің? Бәрі солай істеп жатыр ғой, жұрттың бәрі. Сендерден басқа бизнесмендердің бәрі кредит алып сумен жұмыс жасап жатыр ғой. Банкке қаражат төлеп. Сендер процентте төлегілерің келмейді банкке. Рахат қой сендердікі. Мемлекеттің ақшасын айналып, онсыз да 10 жыл айналдырып келесіңдер, 2013-тен бері. 10 жыл. Бүкіл Қызылорданы 3 мекеме ұстап тұр. А енді неше жыл тағы берейік сендерге? Тағы 20 жыл берейік па? Серіксладым, сізге тапсам, шұғыл түрде шешім қабылдаңыздар. Бұлай болмайды. Ешкімнің еркелігін көтеретін жағдайымыз жоқ, ешкімнің көңіліне қарап жүретін жағдайымыз жоқ. Біздің көңілімізге қарап атқан ешкім жоқ. Реті келсе айын деп жүрген кісілер емес. Шұғыл түрде шешім қабылдаңыздар. Батыржан Көңкоян жұмыс жасады ма министрлікте? Тап адам. Руслан Аймыржанұлы, сіз де жұмыс жасасыз, тап басқа адамдар алып келіңдер. Болмаса өзім табам. Бірақ ренжімеңдер. Одан кейін әңгіме айтпаңдар. Аким алып кепті, артында осы тұр екен де, оны қатырамыз шынын айтқанда. Сыбырлайсыңдар сендер де бар, оны да білем. Бүйректерің де бұрады. Олай болмайды. Шұғыл түрде сіздерге тапсырам. Бір айдың ішінде кредит аласың ба? Басқа қыласыңдар ма? Қарыздарды жауып, өз ақшаларыңмен жұмыс жасасаңдар, жасаңыздар, қолдаймыз. Жасамайды екенсіздер, онда ренжімеңіздер. Онда басқа адам алып келеміз. Мемлекеттік мекемелермен отырған контрактілердің бәрін бұзамыз.